қап үлгермедім. Жаңа енді маған сенетін шығарсыздар. Пока мен телефонымды алып шығып неткенше тура мінекей мына жерде мен аялдамада тұрдым, тура менің алдымда полицияның машинасы алдыма келді да демонстративно мындан бұрылды да кетіп қалды. Мінекей. Ол енді маған ескерту Байхановтың ба, Склярдың ба, енді бәртарының мүмкін бірге ескертуі, тікелей эфирға шықпа, қазақ тілін талап етуші болма. Талап етсең, үндемей талап ет, әйтеуір. Эфирға шығып талап етуші болма. Масқарамызды көрсете берме. Осылай масқара болып қаламыз. Сенің жұмысың жоқ. Қазақ тілін талап етсең, әйтеуір мінекей тағы да сені қылмысты қыз, жындыхана күтіп тұр. Енді айтары осы, мен басқа қалай түсінем. Басқаша ешқалай түсінбеймін. Сондай масқара болып жатыр. Осыны айтайын деп. Скляр айналайын, Байханов айналайындар. Менің қазақ тілінде сөйлеген аузым неше жылдан бері өле-өлгенше солай болам айналайын. Сендердің масқараларыңды беттеріңе баса берем. Сендер осы елде, Қазақстан Республикасында, қазақ тіліне қарсы жұмыс істеп жатқандарыңша осылай бола береді айналайындар. Скляр сенің қол астыңда отыр ғой, Морозов деген. Я русский, говорите по-русски деп. Әлі күнге шейін отыр ғой. Сондықтан сен қазақ тілін нетесің. Қазақ тілін сондықтан сен тұншықтырасың. Ол түсінікті. Расистарға ешқандай шара қолданбайсың. Ол барлығы түсінікті. Сол, Байханов, сенің ана тілің қазақ қой, ата-бабаларың аруақтары, барлықтары риза болып жатқан шығар. Сен осылай өз өңіріңде қазақ тілін жолатпай, шырылдап жүрген бір-екі енді қазақ ұлты саған риза шығар. Бір-екі адамды шырылдатып, қылмыстық іс қозғап, жындыханаға тығып, енді мінекей полицияның машинасын мінекей қазақ тілі деп аузыңды ашпа, тікелей эфирға шықпа деп гарцевайт еткізіп, дәл алдымнан бұрылтып, осылай. Сөзім жоқ. Жарайды, істегеніңді біліп бақ. Сенің қолыңда барлығы бар, Байханов, сенің қолыңда Скляр барлығы бар. Менің қолымда ештеңе жоқ. Мен бір 40 килограммға жетер-жетпес бір жапырақтай қазақтың анасымын. Сол 66-тағы істегеніңді біліп бақ енді. Білгеніңді істеп бақпа, сол басқа не айтам.